Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз кинематика. Кинематика физиканың механика үш бөлімінің бөлімшесінің біреуі. Кинематика дененің тек қана қалай қозғалатынын зерттеп, оның не үшін қозғалатынын қарастырмайды. Сондықтан кинематикаға анықтама берген кезде қозғалыстың тек геометриялық қасиеттерін сипаттайтын механика бөлімі деп береміз. Кинематикаға кірместен бұрын бірнеше негізгі түсініктерді қарастыра өтсек, оның ең біріншісі траектория. Мысал ретінде қарастыратын болсақ, мына жердегі доптың ұшу барысындағы сызған сызығы ол траектория деп аталады, және оның ұзындығы болатын болса жол деп аталады. Жол әрине өздеріңіз білетіндей метрмен өлшенеді, кейбір жағдайларда бізде километрмен де өлшеп жатамыз. Келесі бір түсінігіміз болатын болса, ол орын ауыстыру. Орын ауыстыру доптың бастапқы және соңғы нүктелерін қосатын бағытталған кесінді деп атаймыз. Орын ауыстыруды көптеген кітаптарда дельта X пен береді, және орын ауыстыру ол векторлық шама. Яғни оның бағыты бар. Жол мен орын ауыстырудың кішкентай бір айырмашылығын айта кететін болсақ, мынандай бір мысал керек. А нүктесінен Б нүктесіне барған бір дененің жолы мен орын ауыстыруын қарастырып көрейік. А нүктесінен Б нүктесіне барған дененің жолын қызыл сызықпен сызатын болсақ, Адан Б-ға барған дене S жолы өтеді, және Б-дан қайтадан А нүктесіне келген дене 2S жол өтеді. Ал енді оның орын ауыстыруын көк сызықпен сызатын болсақ, А нүктесінен Б нүктесіне барған дене дельта X орын ауыстыруын өтеді дейміз. Дельта X. Және Б нүктесінен А нүктесіне қайтадан егер ол қайтатын болса, онда оның екінші орын ауыстыруы дельта X, минус дельта X болады. Және жалпы қосынды, яғни жалпы орын ауыстыру бізде 0-ге тең болады дейміз. Орын ауыстыру дельта X пен белгіленеді деп айттық. Дельта X, яғни дельта ол айырмашылықты білдіргендіктен соңғы координата минус бастапқы координатаға тең. Дельта X-ті біз көбінесе модулін аламыз, не болмаса бағытын алатын кездерде оны минус және плюс деп белгілеуге міндеттіміз. Мысал үстінде қарастырайық. Мынандай бізде бір мысал бар. Бала үйден 4 метр қашықтықта тұр, яғни мына нүктеде тұр. Бізде санақ жүйеміз үйге қатысты салынған. Осы жерден ол қозғалысын бастап, үйдің арғы бетіне 3 метр алшақтайды дейді. Яғни 4 деген нүктеден бастап, үйдің арғы бетіндегі 3 нүктесіне келу керек. Яғни оның орын ауыстыруын қарастыратын болсақ, 4-тен минус 3-ке қарай, 10-ға қарай бағыт бізде плюс болып есептеледі. Ал біздің орын ауыстыруымыз болса, солға қарай сурет бойынша, сондықтан орын ауыстыруымыз минус 7x болады дейміз. Не болмаса формуланың үстінде түсіндіретін болсақ, дельта x тең x минус x0. x минус x0. Тең бізде соңғы нүктеміз ол минус 3 нүктесі, минус 3, минус 4. Яғни оның қосындысы минус 7 метр болады дейміз. Келесі тағы бір мысал, спортшы стадион жолымен 1200 метр ары қашықтықты жүгіріп өтіп, бастаған сөре орнына қайтып келеді. Спортшының жүрген жолы мен орын ауыстыру модулі. Яғни стадион суретін жазатын болсақ, ол домалақ стадион бойында жүгіруді бастап, бастапқы сөре орнына қайтадан келеді дейміз. Яғни стартқа қайтадан келеді. Ол бұл ара қашықтықты өтуде 1200 метр жол жүрген екен, сондықтан оның жолы автоматты түрде S-тен 1200 метр деп белгілейміз. Ал орын ауыстыру болатын болса, ол бір нүктеден бастап, қайтадан сол нүктеге айналып келгендіктен, оның орын ауыстыруы 0 болып табылады.